Бүгін қала әкімі Бақытжан Орынбеков 2024 жылы Тараз қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы тақырыбында есеп берді. Жиынға мемлекеттік қызметкерлер, қоғам белсенділері, кәсіпкерлер және бақ өкілдері қатысты. Шаһар басшысы қаладағы негізгі жетістіктер мен алдағы жоспарлар жөнінде баяндама оқыды. Бақытжан Орынбековтың айтуынша, ағымдағы жылы қала инфрақұрылымын жақсарту, жаңа жұмыс орындарын ашу және тұрғындардың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылуда. Сонымен қатар қала аумағындағы инфрақұрылым жағдайы жайлы да тілге тиек етті. Инфрақұрылымды жақсарту қаланың бас жоспарындағы үлкен бір міндеттердің, мақсаттардың бірі. Оның ішінде қала аумағындағы жолдарды қайта жаңғыртудан өткізу, реконструкция. Қазір бізде 3 жоба дайын тұр. Асқаров көшесін қайта жаңғыртудан өткізу, Қойгелді көшесін қайта жаңғыртудан өткізу, одан кейін Рысбек Батыр көшесін қайта жаңғыртудан өткізу жобамыз дайын. Қазір республикалық бюджеттік комиссияға ұсынып беріп қойдық. Одан басқа қаланың бас жоспарына сәйкес қала аумағында негізгі қаланың дамуы, мен айтып келе жатырмын, қаланың негізгі дамуы біз қаланың шығысына қарай жоспарлап отырмыз. Қазіргі 14-ші Әулиеата мөлтек ауданы, ары қарай Алматыға шыға беріс жақта Қарасай мөлтек ауданы түседі, Асқаров көшесінің соңындағы мөлтек аудан. Сондықтан мынау қаланың орталық аумағын сол аумақтармен байланыстыратын көпірдің құрылысының қажеттілігі туралы айтылған болады. Қала әкімі сөз соңында тұрғындарды бірлесіп жұмыс істеуге шақырып, ағымдағы жылдың Тараз қаласы үшін үлкен мүмкіндіктер мен жетістіктер жылы болатынына сенім білдірді. Фархат Қаумен, Аслан Қожа Ахметов, Азамат Пескенов, 77 News.